Мұса Розаға естен кетпес түнгі романтика сыйлады. Күтпеген жағдай орын алды. Тіпті мұндайды Мұсаның экс-жұбы Аружан да күтпеді. Сонымен қатар Мұсаның қолдаушы апалары да мұны көріп таңғалды. Қытайлық ару қызымыз Роза мен Мұса дереу жұп атанған болатын. Мұса Розаға күнделікті романтикалық кездесулер мен гүл шоқтарын сыйлауда. Көзіне жасалған Аружанның сөзінен кейін Мұса Розаны түн ішінде тауға алып барды. Мұса Розаға естен кетпес романтикалық кеш жасап күтпеген сыйлықтар сыйлады. Ал біз тауға кеттік. Жалпы түнгі серуен десек те болады. Көлікте Роза отыр. Дөнерімізді алып медеуге келдік қазір, деді Мұса түн ішінде. Мұса сондай-ақ әлеуметтік желідегі парақшасында видео жариялады. Прогулка бізде ағайындар. Медеуге келетінімізді білеміз. Бірақ сыртынан қалың киім алмаған ғой. Ал біз түнгі серуеннен қайтқалы жатырмыз, деп Мұса Розаға гүл шоқтарын сыйлады. Роза Мұсаға рахмет айтты. Роза ару қызымыз сонымен қатар қытайша Мұса жайлы айтып тастады. Желі қолданушылар мен көрермендер жарыса жазды. Неге үлкен көрінеді деп жаза бересіздер? Жап жақсы сұлу қыз. Күшті пара. Ерке мен Райымда жүр ғой аралары 13 жас. Как будто Мұсадан үлкендей. Бақыт тілеңдер жастарға. Мұсаның мұндай ғашықтық көз қарасын бұрын соңды көрмеппін, көзі жанып тұр ғой. Мұса Аружанға да айтқан еді басында. Мен бір қызға жақсы көрем деп айтпағам деп. Дәл сол сөзін Розаға айтты. Қыз сезімін айтпау керек еді, сразу жақсы көрем деп. Үндемей қоя салу керек еді. Мұса құрдас жерлесім, сені Қытайға ұзатамыз ба? Бақытты болыңдар. Мә, Мұсаны бірінші рет бұндай түрін көруім ғашықтық деген осы екенді. Қыз нақты сұрақты қойып жауабын алды. Жігіт сүйген алады. Өте әдемі жұп. Қыздың да көзінен, жігіттің де көзінен жылулық сезімі сезіледі. Аяқ астынан айтылған ұсыныс болғанымен, шын жүректен айтылғандығы экран арғы жағынан көрінді. Ұзағынан болсын деп тілеймін. Өте жақсы қыз, бақытты болсын. Аружанға ауыр болса да, Аружанға Мұсадан да артық жігіт келеді. Аружан жассың ғой, жыла, Мұсаны жібер. Өзіңді сүйген өзің сүйгенмен боласың, деп жарыса жазды желі қолданушылары мен Аружанның қолдаушы апалары. Мұса мен Роза бақытты болсын.